Сенің билігің бізге жүрмейді, тату тұрғың келмесе, тұрысатын жеріңді айт. Бұл мына Сібірдің Алып Сібір мемлекетінің билеушісі болған Көшім ханның Иван Грозныйға жазған хаты екен. Сібірдің Көшім ханы және қазақтың Хақназар ханы бала кезінен бір ордада, яғни Ноғайлар ордасында атақты Шейх Мамайдың қолында тәрбиеленген. Яғни біздің кәдімгі Хақназар ханымыз бен Көшім хан, Сібірдің кейін билігіне келетін Көшім хан, бір ордада Ноғайлардың қолында тәрбиеленген бала күнінде. Бұл Шейх Мамай деген адам атақты Қасым ханның Бұлдыр деген қызын алған, яғни Хақназардың әпкесін алған, былайша айтқанда Қасым ханның күйеу баласы болып келеді. Болашақ екі бірдей хандықтың тізгінін ұстайтын осынау екі ханзада бірі Қазақ хандығының тізгінін ұстады, бірі Сібір хандығының билігін өз қолына алды. Осы ханзада бір ордада тәрбиеленгенмен, Ноғайлардың арасында тәрбиеленгенімен бір-біріне неге өшсесті екен? Неге бір-бірін жек көрді? Ол жағы бізге түсініксіз болып қалып отыр тарихшыларға. Дешті даласында Хақназар ханның даңқы жер жарып, билігі Ертістен, міне сонау Ертістен, Ертіс Сайстаннан батыстағы Еділге дейін созылып жатқан, міне мына Еділ аймағына дейін билік еткен Хақназар. Еділге дейін өткен Ноғайлардың бір бөлігі осы Хақназар ханның билігінде болған еді. Өзі кезінде бала күнде осы Ноғайлардың арасында тәрбиеленді. Осындай үлкен аумақты алып жатқан Алып мемлекеттің билігінде отырған Хақназардың даңқы жер жарып жатқанда,